Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Ана тілі сабағы 1 сынып 98-ші сабақ. Сөйлеу әдебі. Бірінші жаттығу. Мәтінді оқы. Кім ақылды? Ерден мен Еркебұлан бірігіп, жап-жақсы ойнап жүреді. Бір кезде көпір үстінде біріне бірі қарсы келіп қалды. Ерден, мен саған жол бермеймін деп тұрып алды. Ал Еркебұлан, мен осыған бола ерегіскім келмейді. Бұдан былай сенімен ойнамаймын деді. Сөйтіп үйіне қарай жүре берді. Сонда екеуінің қайсысы тапқыр, ақылды болғаны? Мәтін өте керемет екен балалар. Енді сұрақтарға жауап берейік. Ерден мен Еркебұланның қайсысының ісі дұрыс? Қалай ойлайсыңдар балалар? Енді балалар, Ерденнің ісін есімізге түсірейік. Ерден айтты, мен саған жол бермеймін деді. Ал Еркебұлан, мен осыған бола ерегіскім келмейді. Бұдан былай сенімен ойнамаймын деді. Балалар, Ерденнің істеген ісі дұрыс па? Мен саған жол бермеймін деп тұрып алыпты. Оған бола ренжісудің керегі жоқ еді. Ал Еркебұландікі өте дұрыс. Мен осыған бола сенімен ерегіскім келмейді, сенімен ренжіскім келмейді дейді. Мен енді бұдан былай сенімен ойнамаймын дейді. Ол Ерденмен ұрысқан жоқ, оған жаман сөз айтқан жоқ. Ол тек қана өзінің соған бола ренжіскісі келмейтін айтты да үйіне кетіп қалды. Еркебұландікі өте дұрыс. Адам ашудан, ұрысудан, ренжісуден қашу керек. Әдепті бала қандай болу керек деп ойлайсың? Әдепті бала ол Еркебұлан сияқты болу керек. Яғни болмайтын нәрсеге біреумен ренжіспеу керек, досын сыйлау керек, досын құрметтеу керек. Әдепті бала мінезі өте жақсы болады. Автор бізге не айтқысы келді дейді. Автордың не айтқысы келді? Автор бізге осындай жағдайларға тап болғанда бір-бірімен ерегіспей, бір-бірімен ұрсыспай, жаңағы Еркебұлан сияқты тыныш қана өзінің ойын айтып кетіп қалуды ұсынады. Яғни ренжісуді болдырмаудың жолдарын айтты. Осындай жағдайда бір-біріңе жол бересіңдер ме дейді. Ал балалар, өздерің ойланып көріңдерші, осындай жағдай болғанда сендер бір-біріңе жол берер ме едіңдер? Келесі екінші жаттығуға назар аударамыз. Екінші жаттығу көшіріп жаз дейді. Рұқсат етіңіз, ренжімеңізші, мақұл, қалауыңыз білсін. Дәптерімізге балалар әдемілеп, көркем етіп көшіріп жазамыз. Бұл сыпайы сөйлеу әдебінің сөздері, балалар? Рұқсат етіңіз, ренжімеңізші, қалауыңыз білсін деген адам ол сыпайы сөйлеуді білдіреді. Үшінші жаттығу. Сөздер қоржынынан ізеттілікті білдіретін сөздерді ізде. Ізеттілікті білдіретін сөздердің біреуін қатыстырып, сөйлем құрап жаз дейді. Енді қоржыннан қарап көрейік. Рахмет, оқасы жоқ, айып етпеңіз, кешіріңіз. Ал енді балалар, осыдан бір сөйлем құрайық. Мен рахмет деген сөзді алғым келіп тұр. Маған көмектескеніңіз үшін рахмет. Сендер де өздерің біреуін таңдап, соған сөйлем құрап жазыңдар. Жақсы ма балалар? Келесі тапсырма. Жұлдызшаларды боя. Көк жұлдызша қызылдың оң жағында және жасылдан жоғары орналасқан. Түстерді буынға бөл дейді. Ал балалар, жұлдызшаларды боямастан бұрын мына сөйлемге назар аударайық. Көк жұлдызша қызылдың оң жағында және жасылдан жоғары орналасқан дейді. Ең жоғары орналасқан ол бізде мына үшінші тұрған. Осыны көкпен бояймыз. Одан кейін жасыл, екінші ортадағы қызылмен, одан бірінші тұрғанды жасылмен бояймыз балалар. Түсінікті ме? Сабақ сіздерге түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып
каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.